Мен Хамит Алғабек Хамитұлы Алматы облыстық орталық әмбебап кітапханасында ұзақ жылдан бері абыроймен қызмет атқарып келемін. Кітапхана менің жүрек қалауымен таңдаған кәсібім, ал кітап менің сенімді серігім. Кітапханада тек қана кітаптар сақталатын орын ғана емес, сонымен қатар ұлттық құндылықтарға жол ашатын және өркениет пен мәдениетті дамытатын киелі орын. Осынау қасиетті орында мен кітапхана мен оқырман арасында алтын көпір бола білгенім мен үшін үлкен мәртебе және зор жетістік. Кітап халықтың айнасы, ұлттың рухани жадын сақтайтын асыл мұра. Осы мұраны жас ұрпаққа жеткізу, кітап арқылы олардың бойына отансүйгіштік пен мәдениетке деген құрметті дарыту менің басты мақсатым. Осы бағытта мен түрлі әдеби кештер, ақын жазушылармен кездесулер, кітап көрмелері мен патриоттық бағыттағы жобалар ұйымдастырып, кітапханамызды тек ақпараттық ошақ емес, мәдени орталық ретінде қалыптастыруға күш салып келемін. Ұлттық кітап күні мерекесіне орай елімізге белгілі ақын жазушыларымыз Мұхтар Шаханов, Бексұлтан Нұржекеев, Смағұл Елубай сынды ағаларымызбен кездесу кешін ұйымдастырып, жастардың бойына ұлттық руханиятымыздың дәнін сүйіп, әдебиетке деген қызығушылықтарын оятып, шығармашылықтарын дамытуға күш салдым. Ұлттық құндылықтарды ұлықтау әрбір мәдениет қызметкерінің басты парызы деп есептеймін. Сол себепті мен өз жұмысымда қазақ халқының тарихын, салт-дәстүрін, рухани мұраларын насихаттауға ерекше көңіл бөлемін. Балалар мен жастар арасында ұлттық әдебиетті дәріптеу менің басты бағыттарымның бірі. Өйткені болашақтың мәдениетті де білімді ұрпағы бүгінгі кітап оқитын жастар. 2024 жылдың қыркүйек айында Астанада өткен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынының этноауылында материалдық емес мәдени мұралар тізімі және Олжас Сүлейменовтің өмірі мен шығармашылығы туралы шетелдік қонақтарға таныстырдым. Жоғарғы лауазымды қонақтарымыз да келген болатын. Соның бірі ЮНЕСКО IHK бас директоры Ким Джисунг келді. Тұлғалар біздің тұғырымыз жобасы аясында қаңтар айында әдебиеттегі жарқын тұлға Бақыт Беделхан, ақын халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері Бақыт Беделханмен кездесу кешін өткіздік. Осы шара соңында ақынның мерейтойына орай Аспантаудың Алақан облыстық көркемсөз оқулар және Уақыт жүрегі республикалық ашық жыр мүшәйрасының байқауы жарияланып, наурыз айында облыстық республикалық байқауларын өткіздім. Кітапхана қызметкер ретінде мен тек кітапты ғана емес, сонымен бірге ізденісті, жаңашылдықты, шығармашылықты серік етемін. Осы еңбегім еленіп түрлі марапаттарға ие болдым. Бірақ мен үшін ең үлкен марапат оқырманның алғысы мен кітапқа деген сүйіспеншілігі. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет.